Сәлеметсіздер ма, құрметті оқырмандар, әріптестер, желі оқырмандары. Ұлт болудың бір емес бірнеше шарты бар. Соның ең бастысы және ең негізгі шарты ұлттық тіл. Тіл ұлт тұтастығының тұғыры атты танымды әңгімемізді назарларымызға ұсынамыз. Мемлекеттік тіл егемен елдігіміздің негізгі рәміздерінің бірі. Кез келген өркениетті елдің өзінің рәміздері, шекарасы болатын секілді мемлекеттік тілде де болады. Демек, мемлекеттік тілде мемлекетіміздің негізгі атрибуттарының бірі. Біздің ата заңымызда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі деп жазылған. Әрбір қазақстандық ата заңымыздың талаптарын орындауға тиіс. Тіл ұлт пен ұлттың жақындастыратын ең үлкен қатынас құралы. Адам тіл арқылы бір-бірімен байланыса алады. Мемлекеттік тіл тәуелсіздігіміздің жырын жырлап, бұғанасын қатайтты. Ұлттық сақтауларында да жоғалуына да себепші болатын нәрселердің ең қуаттысы тіл деген Ахмет Байтұрсынұлы. Ата заң аясында бақ-берекеміздің сақталып отырғаны тіл саясатының дұрыс жүргізілуінің жемісі екені анық. Тіл халық қазынасы, ұлттың жаны. Тілдің мәртебесі, ұлттың мәртебесі. Мерейін асыратында, құтын қашыратында өзіміз. Тәрбие отбасынан басталады. Тілдің меңгеруінде де ата-ана мен білім ошақтарының рөлі ерекше. Әр отбасы бесіктен басталатын балаға ана тілін үйрету қолға алуы тиіс. Ана тілін білмеген анасын да сыйламас демекші, өз ана тілін білмеген жаннан анасын сыйлайтын жанның шолы неғайбыл. Халық үшін өзге тілде сөйлеу қауіпті емес, өзге тілде ойлау қауіпті. Қазақ пен қазақтың әке мен баланың жұмыстағы әріптестердің бір-бірімен қазақ тілінде сөйлесуі көңілге қонымсыз ақ жайт. Бірақ қазақ тілі тек қазақ халқының тілі емес, мемлекеттік тіл ортақ тіліміз. Қазақстанда туылатын, оның отаным деп қабылдайтын, өзін Қазақстанның патриоты деп есептейтін азаматтардың тілі. Елбасымыз айтқандай, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Ендеше тілімізді, ұлтымызды, отбасымызды қадірлейік. Өзін Қазақстанның азаматымын деп санайтын әрбір қазақ мемлекеттің тілін білуі шарт деп ойлаймын. Тіл адамдар арасындағы қарым-қатынастың аса маңызды құралы ғана емес, ойлаудың, дүниетанымның, рухани мәдениеттің бастауы, ұлттық тәрбие сақтау құралы. Жас ұрпақты тәрбиелеу, оларға ғылым мен білімді үйрету тіл арқылы жүзеге асады. Мемлекеттік тілді оқыта отырып, жастардың бойына елдік сана сіңіріп, мемлекеттік рәміз, ұлттық тіл, ұлттық болмыс туралы ақпараттар толық берілетіні анық. Өнер білімді, мәдениеттілікті, қоғамның белсенді азаматы болуы ол тіл арқылы үйренеді. Тіл оның ішіндегі біздің ана тіліміз, елдігіміздің, халқымыздың барлық іс-әрекетінің қарым-қатынасының құралы болуы тиіс. Оның деңгейін жоғары сатыда көтеру әрқайсымыздың борышымыз. Біздің қазақ халқының тілі өте бай, айтылуға орамды, көркем тіл. Оның игеру, ана тілін қадірлейтін, тіл мәдениетінің шаңына қол созатын адамдардың әрекеті. Қанша тілді білсең, соншалықты мәдениеттісің, соншалықты байсың деген даналық сөз бар. Әрине, құптарға боларлық ой, бірақ өзге тілді білемін деп жүргенде өз тілімізден алыстап кетпеуіміз керек. Тәуелсіздіктің негізгі тірегі ұлттық тіл. Тәңірден адам баласына жасаған 16 сыйда тіл. Оның қасиеттілігі, кереметтігі сондай, жан дүниесінің өзіне тартып тұратын құдіреті бар. Тіл бүкіл тіршіліктің тұтастығындай ұлттық аса қастерлі, өзіне тән ажырамас белгісі. Тілдің тағдыры баршамыздың қолымызда. Тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер мәңгүр. Тілдерді дамыту елдердің мемлекеттік саясындағы аса маңызды бағыттардың бірі. Тіліміздің жағдайы қиын, құрдымға батып бара жатыр деп отыра бермей, оның маңызды мен мүмкіндіктерін жан-жақты ашып, жұрттың оған деген сезімін нығайтуға күш салғанымыз дұрыс. Тілді насихаттауда, үйретуде жеке адамдардың отбасының қосар үлесі мол болуы тиіс. Әрбір отбасында осындай тілге деген жанашырлық болса, тамшыдай дария болар дегендей, тіліміздің жағдайы әлде қайда жоғары деңгейге көтерер деп ойлаймын. Елбасымыз айтқандай, дауға салса алмастай қиын,
сезімге салса қырандай қалқыған, ойға салса қорғасындай балқыған өмірдің кез келген орайында әрі қарау, әрі қалқан болған, мәңгі жас отты да ойнақы, ана тілімен артық, қазақ үшін бұл дүниеде қымбат не бар екен? Ғасырлар бойы қазақтың ұлт ретінде мәдени тұтастығына ең негізгі ұйытқы болған оның ғажайып тілі. Тілге деген құрмет, халыққа деген құрмет. Демек, әрбір қазақстандық мемлекеттік тілді құрмет тұтып білуі тиіс. Тіл мәртебесі ел мерейі. Ана тіліміздің мәртебесін үстем етіп, еліміздің мерейін көтерейік. Тілсіз халықтың елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем таныған ел болу үшін ана тіліміздің жұлдызын бекітуіміз керек. Бұл біздің басты парызымыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.